Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология және әлем тілдері факультеті қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 203 тобы педагогика пәніне арнайы жасаған видео. Олай болса, біз бастаймыз. Тәрбие жайлы сұхбат алу керек еді. Біз Қазақ ұлттық университетіне келіп тұрмыз. Аға, сізден алайық. Ага, вот. Ты по-казахски можешь сказать. Нет, на русском тоже можно. На русском говорите. Сөйлеуімізге. Сіздің ойыңызша тәрбие деген жастарды дұрыс жолға салу. Енді сол сияқты баланы барлығын қазіргі заман өзгеріп кетті. Бұрын біз атамызға, шешемізге солардың айтқанына қарап, соларды тыңдап, өткен өмірдің әртүрлі жағдайларына олардың басынан кешкен. Сондықтан өзінің балалары сол елді жеңіл өту үшін айтасын жамандық жасамау керек, жақсылық қана үйрету керек. Солай қазіргі жастарымыз тыңдамайды ғой, мысалы өздеріңіз сияқты. Жақсылық айтса, қанаққа барма, басыңа шәпке киіп жүргін суықта. Міне жаңбыр жауыпты, жалың бас жүрсің, басына суық киеді деген сияқты. Примерно. Сол сияқты нәрсе. А қазір енді кім сындайды? Қазақта айтады ғой, 60-тағыдан ақыл сұра деп. Неге? Өйткені басынан неше түрлі жағдайлар өткен, өмірдің суығынан да, ыстығынан да деген сияқты. Енді сендерге айтсаңдар, суық ыстығы, Құдайға шүкір, уже бізде тыныштық қой, барлығы тамаша аманшылық. Сендерге ол туралы айтсақ, енді қиын жағдай жоқ, бірақ үлкенді сыйлау, кішіні сыйлау, бірі-бірін сыйлау адам деген. Солай болу керек. Соны үйретуіміз керек. Соны болу керек. Сәлем беру керек. Танисың ба, танымайсың ба, үлкен кішіге. Үлкендіге қамқор болып, кішіге қамқор болып, бір-бірін сыйласын. Тәрбиенің мәселесі сол, сыйласын. егер сіздің отбасыңыздағы балаларыңыз, қыздарыңыз тәрбиеңізге көнбей немесе берген тәрбиеңізге теріс жетсе, қандай жаза қолданасыз немесе қандай шаруа жасайсыз? Біздің әкеміз, шешеміз секілді жолдар тыңдамасақ, шара қолданатын. Енді білесіздер қандай шара қолданатын, неше түрлі шаралар болған. Ұрсады, конечно. Кейде сабапта жүру мүмкін, егер қарсы шықса. А қазір жастарға не істейсің? Сабайсың ба, ұрсасың ба? Ешқандай. Өйткені мына көше, телевизордан көріп жатқан шетелге қазір шетелден көп не аламыз, соларға қарай бөлсеміз, бірақ біздің ел, қазақтың елінде тәрбие деген басқаша болған. Көрдің ба? Өзіміздің менталитетіміз басқаша. Біз ата-бабамызға қарап, соларға қарап өскенбіз. Заманына қарай өзгеру керек. Өзгерген кезде де, конечно, бұрынғы салтымызды ұмытпауымыз керек. Енді сізге балаң немесе немерең сені тыңдамай жатса бас салып ұрыспаймыз ғой, бірақ сонда да айта береміз. Мысалы, мен өз немереме мектепте бір жаққа алып баратқан кезде айтамын, мынаны жасама, біз бұл кезімізде былай жасағанбыз деп, соңын айтады, ой, Аташка, ты мне достал деп. Содан бір жаққа, шетел жаққа жібермек бір жылға. Келген айтады, Аташ, я точно такого человека встретил, который мне сказал, сіздің айтқан сөзіңізді. Деп, маған мынандай бір тандем әкеп берді. Сонысына риза болып қалдым, айтма, қанша айтқанмен менің бір сөзім сенің құлағыңа кірген екен деп. Соған риза болдым. Сонда жаңа әке-шешелерің бәрібір сендерге айтады ғой. Мысалы, күнде ақыл айтып отырады, бүйтпе қызым, бүйтпе балам деп отырады. Соны қате біреу естігінде қалса, ол біз үшін дәнес қуаныш. Сондықтан әкенің шешең айтқаным, енді бас салып теріс айландыруға болмайды. Соған жарайды деп қойсаңдар болды, соны бұлай қарай қойсыңдар. Және аға, тағы да бір сұрақ, қазіргі жастарды ұялы телефон тәрбиелеп жатыр дегенді қалай ойлайсыз? Айтып отырмыз ғой, енді қазір техникалық заман. Техника жаққа бара алмайсың. Оны білу керек.
ұялы телефонды. Ұялы телефонды ол білгенде енді оның соған жабысып қалмау керек. Кітап оқу керек көбінесе. Қазір кітапты қолға ешкім ұстамайды. Кім кітапты қолға оқиды, сол ақыл өйткені кітапты жазған адам, кітап шығарып кеткен бар, ол өмірден алынған нәрсе. Интернетте сүйене бересің, оның ішінде шыны да бар, өтірігі де бар. Кесеге кітапты оқитын болсаң, соған келіп қайсы шын, қайсы өтірік екенін ажырата аласың. Әзір кітапқа оқымай, тек қана интернет қабағына берсең, онда сенің көзқарасың өмірге деген совершенно басқаша болып кетеді. Мен солай ойлаймын, білмеймін. Телевизорға шығармам. Про воспитание, ну я попозже спрошу вас. Тетя, она учительница. Я спрошу вас просто на ваше, ну, как сказать, воспитание это для вас, что это? И только одним словом. Это жизнь. Сейчас, Быть честными, правдивыми, добрыми, тянуться к знаниям. Самое главное, человеческое. Какое наказание вы используете, если они споткнутся с правильной? Стараюсь объяснить, что так не надо делать. Отрицательные моменты это влияет. Поступками, как это на других повлияет. Спасибо. Всего доброго вам.